Бақытты болу жолындағы бірінші ереже – өткенге салауат. Өткен істі еске алып, оның қиын, келеңсіз кезеңдеріне қайғыру ағаттық, адамның шабытын кесу, бүгінгі өмірді жою болып табылады. Негізінде әрбір саналы адам өткен өтті, өкінгенмен пайда жоқ, өткенге салауат деп жылы жауып қояды, оны мәңгіге ұмытуға тырысады. Өйткені өткенге өкініп, қаншама қайғырғанмен ол орнына қайта келмейді, уайымдағанмен түзелмейді. Ол енді келмеске кеткен, жоқ нәрсені іздеме. Өткеннің елесінен өзіңді құтқар. Сен өзенді кері, күнді шыққан жеріне, сәбиді ана жатырына, сүтті емшекке, жасты көзге қайтара аласың ба? Сенің өткенді ойлап сары уайымға салынуың, өткен істің майында шыжғырылуың қорқынышты да аянышты жағдай. Аллах тағала өткен халықтар жайында, олардың істер жайында айта келіп, олар өтіп кеткендер деді. Енді тарих дөңгелегін артқа қайтарудың пайдасы жоқ. Өткен іске қайта оралып жатқан адамның мысалы, тартылған ұнды қайта тартып жатқан, немесе араланған ағаш үгінділерін қайта аралап жатқан адамның мысалындай. Баяғыда бір өткен іске қайғырып жылап жатқан адамға, мұныңмен сен өлгендерді қабірлерінен шығара алмайсың деген екен. Біздің бір кемшілігіміз, бүгінгіні қойып, өткенмен айналсамыз. Ал негізінде барша адамзатпен жындар жиналса да, өткен істі мүлдем кейінге қайтара алмайды. Өйткені кері қайтару мүлдем мүмкін емес нәрсе. Негізінде адамдар артқа бұрылмай, алға жүрулері керек. Өйткені самал алға қарай еседі, су алға қарай ағады, керуен алға қарай жүреді. Олай болса, сен де өмір заңдылығына қарсы шықпа.